Оқушылар, бүгін бізде биология сабағы. Біз биологияны жасуша, оның органоидтары және оның қызметтерін өтетін боламыз. Жасуша тіршіліктің негізгі бірлігі. Жасуша барлық организмдердің ең кіші құрылымдық және функционалдық бірлігі. Ол тіршіліктің барлық қажетті процестерін соның ішінде өсу, көбею және метаболизмді жүзеге асырады. Жасушаларды зерттеу биологияның негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Яғни бағана айтып кеткендей, мен барлық тірі ағзалар, яғни жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, тіпті бактерияларда да бізде жасуша болады. Жасуша өз алдында зат алмасу, энергия түзу, көбею сияқты барлық тіршілік әрекеттерін орындай алады. Жасушалар бізде бір жасушалы және көп жасушалы болып бөлінеді. Жасушаның құрылымы оның типіне байланысты, бірақ негізгі ортақ бөліктері бар. Бізде жасушаның құрылысы негізгі компоненттеріне келетін болсақ, бізде жасушаның негізгі компоненттері ол бізде жасуша мембранасы, цитоплазма, ядро және органоидтар. Жасуша мембранасы дегеніміз ол жасушаның сыртқы ортасын, ішкі ортасынан бөліп тұратын қорғаныш қабат. Ал цитоплазма жасуша ішінде гель тәрізді сұйықтық, ол гельде бізде цитоплазмада барлық органоидтар орналасады. Ал ядро жасушаның басқару орталығы генетикалық материалды сақтайды. Ал органоидтар жасушаның ішінде мамандандырылған құрылымдар, әрқайсысы белгілі бір қызмет атқарады. Сонымен қосымша айтып кететін болсам, бізде органоидтар үшке бөлінеді. Яғни қос мембраналы органоидтар, бір мембраналы органоидтар және мембранасыз органоидтар. Сонымен қос мембраналы органоидтарға бізде митохондрия, пластидтер және ядро жататын болса, бір мембраналы органоидтарға бізде эпт, Гольчи аппараты, лизосома, вакуоль жатады. Ал мембранасыз органоидтарға бізде рибосома, цитосклет, яғни центриол жататын болады. Бізде жасуша органоидтарына келетін болса, яғни солардың бірі ядро жасушаның басқару орталығы. Ядро жасушаның ең маңызды органоиды, ол жасушаның генетикалық материалы, яғни ДНК-ны сақтайды, және жасуша қызметтерін реттейді. ДНК арқылы ақуыз синтезі және жасушаның бөліну процестері басқарылады. Бізде ядроның негізгі қызметтеріне келетін болсақ, генетикалық ақпаратты сақтау, яғни ДНК-ны қорғайды, және оның ішінде көшірмесін жасауды қамтамасыз етеді. Екінші, ол бізде жасуша қызметін реттеу. Ақуыз синтезі мен жасушалық процестерді басқарады. Үшінші нүкте, яғни рибосомалардың құрамдас бөліктерін синтездейді. Келесі бізде митохондрия. Митохондрияны біз жасушаның энергия станциясы деп те айтамыз. Митохондриялар жасуша үшін энергия өндіруші негізгі орталық болып табылады. Олар органикалық заттарды оттегімен толықтыру арқылы аденозин-трифосфат, яғни АТФ молекулаларын синтездейді. АТФ дегеніміз бұл жасушаның барлық тіршілік процестері үшін қажетті энергия көзі. Сол митохондрия негізгі қызметтеріне келетін болсақ, АТФ синтезі, яғни жасушаның энергияға деген сұранысын қамтамасыз етеді. Екіншіден, тыныс алу, жасушалық тыныс алу процестерінің жүретін орны. Үшінші, ол бізде кальций реттеуі, яғни жасушаның ішіндегі кальций деңгейін бақылайды. Енді біз эндоплазмалық ретикулум мен Гольчи аппараты, яғни ақуыз синтезімен тасымалына келетін болсақ, эндоплазмалық ретикулум, яғни майлар мен ақуыздарды синтездейтін және тасымалдайтын торлы құрылым. Гольчи аппараты бұл эндоплазмалық ретикулумден келген заттарды өңдейді, сұрыптайды және жасуша ішіне немесе сыртынан тасымалдауға дайындайды. Ал үшінші бізде функционалары бұл ақуыздың дұрыс жинақталуын, модификациясының және нысанаға жеткізілуін қамтамасыз етеді. Бізде лизосомалар мен пероксисомалар жасушаның тазалаушылары. Лизосомалар дейміз жасуша ішіндегі қалдықтарды, зақымданған органоидтарды және бөгде бөлшектерді ыдырататын ферменттерге толы көпіршік. Ал пероксисомалар дегеніміз улы заттарды әсіресе сутегі, асқын, тотығын зиянсыз қосылыстарға айналдыратын ферменттерді қамтитын органоид. Бұл органоидтар жасушаның тазалығы мен саулығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Бізде келесі рибосомалар. Рибосомалар ақуыз құрастырушылар. Рибосомалар жасушадағы ақуыз синтезінің негізгі орындары. Олар ядродан келетін генетикалық ақпаратты, яғни РНК-ны оқып, сол ақпаратқа сәйкес амин қышқылдарын біріктіріп, ақуыз тізбектерін құрастырады. Бізде рибосомалардың негізгі қызметі ақуыз синтезін жүзеге асырады, яғни жасушаға қажетті ақуыздарды жасап шығарады. Екіншіден, екі субірліктен тұрады, яғни үлкен және кіші субірліктен бірігіп жұмыс істейді.
Ал үшінші еркін немесе ірге бекітілген, яғни цитоплазмада еркін қозғалып немесе эндоплазмалық ретикулумға бекітіліп орналасады. Бұл жерде бізде эра дегеніміз ол эндоплазмалық ретикулум. Цитоханқа және центросома жасушаның формасы мен қозғалысы. Цитоханқа дегеніміз жасушаға форма беретін, оның ішкі құрылымын ұстап тұратын және қозғалысын қамтамасыз ететін ақуызды жіпшелер мен түтікшелер желісі. Олар бізде үшке бөлінеді: микрофиламенттер, микротүтікшелер, аралық филаменттер деп. Ал центросомаға келетін болсақ, жасуша бөлінуі кезінде хромосомалардың қозғалысын реттейтін және микротүтікшелерді ұйымдастыратын орталық. Ол бізде және екіге бөлінеді: екі центриол, жасуша бөліну, кірпікшелер мен талшықтардың түзілуі. Қорытындылай келсек, жасуша органиттарының өзара әрекеттесуі және маңызды. Жасушаның әрбір органиты өзінің ерекше қызметін атқарып отырып, басқа органиттармен тығыз байланыста болады. Бұл күрделі әрекеттесу жасушаның тұтастығын, оның өміршеңдігін және тірі организмнің барлық функцияларын қамтамасыз етеді. Яғни үйлесімді жұмыс, ол әр органиттің үйлесімді әрекеті жасушаның толыққанды қызмет етуіне мүмкіндік береді. Өмірдің негізгі жасуша және оның органиттары түсіну биологиялық процесті зерттеу үшін өте маңызды. Ал күрделі механизмге келетін болсақ, жасуша күрделі және керемет ұйымдастырылған биологиялық механизм. Сонымен балалар, бүгінгі біздің жасуша, органиттар және оның қызмет атты тақырыбындағы сабағымыз бітті. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.